Сабақтың тақырыбы ғажайып қыс. 4-ші сынып. Сабақтың мақсаты қыс мезгілі туралы айтып және жазып үйрену, күшейтпелі шырай туралы білімдерін толықтыру. Жаңа сөздер: сүңгі, мұз айдын, сырғанақ тебу. Қайтала: сүңгі, мұз айдын, сырғанақ тебу. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқыңдар. Қыс келді. Күн қысқарып, түн ұзара бастады. Таң кеш атып, қараңғы ерте түседі. Биыл жапалақтап қар қалың жауды. Боран да жиі соқты. Қатты аяз болып тұр. Сынап бағанасы -21 градусты көрсетіп тұр. Өзен суы мұз болып қатты. Балалар далада шанада сырғанап, шаңғы теуіп ойнады. Қардан аққала жасады. Бір топ балалар аулада қар лақтырысып ойнап жүр. Бәрі жылы киім киген. Мектептің шатырынан сүңгілер салбырап тұр. Оқушылар жаңа жылдық мерекеге дайындалып жатыр. Екінші тапсырма: мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: қыстағы табиғат қандай? Екінші сұрақ: сынап бағанасы қанша градусты көрсетіп тұр? Үшінші сұрақ: қыста балалар қандай ойындар ойнайды? Төртінші сұрақ: қыста оқушылар қандай мерекеге дайындалады? Есте сақта: сын есімнің күшейтпелі шырайы. Күшейтпелі шырай сапалық сын есімдерге өте, аса, тым сияқты күшейткіш үстеулердің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы: өте әдемі, аса қызық, тым үлкен. Үшінші тапсырма: аса, тым, өте сөздерін пайдаланып, берілген тіркестерді қатыстырып, сөйлемдер құраңдар. Берілген тіркестер: таза ауа, аппақ қар, аязды күндер, боран, сырғанақ тебу. Төртінші тапсырма: берілген сөздердің орындарын ауыстырып, сөйлемдер құраңдар. Бірінші сөйлем: қыста түседі ерте қараңғы. Дұрысы: қыста қараңғы ерте түседі. Үй тапсырмасы. 6-шы тапсырма. Қоршаудағы сөздерді қолданып, қыс ғажайыбы тақырыбында мәтін құраңдар.